Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге балдық торттың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепт өте нәзік болып шығады, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: ұн, қант, бал, сары май, 2 жұмыртқа және де ас содасы. Табағымызға қантымызды, сары майымызды және де балымызды салып, жақсылап тұрып ерітіп аламыз. Міндетті түрде жиі араластырып отырамыз. Қантымыз толықтай еруі қажет, күйіп кетпегенін қадағалаңыздар. Толықтай жақсылап ерігеннен кейін массамыз оттан алып, үстіне ас содасын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ас содасын салғаннан кейін бізден бірден осындай әппақ масса шығуы қажет. Жақсылап бір келкі қылып араластырамыз міндетті түрде. Массамызды толықтай суытып, жеке ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне 1 жұмыртқадан кезек-кезегімен салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осы сәт ең маңызды сәт болып табылады. Ұнды көп қоспағанымыз жөн. Ұнды көп қосқан жағдайда, онда біздің корждарымыз қатып қалады. Осы рецепттің астына қанша грамм ұн қажет екенін мен міндетті түрде белгілеп кетемін. Және одан кем және артық қосуға болмайды. Міндетті түрде рецепт бойынша жасаңыздар. Жақсылап араластырып, ұнымызды осылайынан 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Қоюлығы осындай болады, өте қоймалжың, қолымызға кәдімгідей жабысып тұрады. Холодильникке салмаймыз, бірден осылай жасайтын боламыз. Маған ыңғайлы болу үшін пергамент қағаздарын бірнеше бөліктерге бөліп кесіп алдым. Корждарымыз жабысып қалмас үшін пергамент қағазымыздың астына ұн сеуіп, үстіне 2-2,5 қасықтан корждарымызды салып, жайып шығамыз. Үстіне тағы да кішкене ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен домалақ қылып аламыз. Ұнды көп қоспаймыз, міндетті түрде бақылап отырыңыздар. Ұнды көп қосқан жағдайда корждарымыз қатып қалады. Мен сіздерге бір тәсілді көрсете кетейін. Мен міндетті түрде осылайынан жасаймын. Ұнды көп қоспас үшін осылай пищевой пленканың үстіне қойып, жабысып қалмас үшін осылай оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жайып аламын. Ол міндетті емес, дөңгелек қылып жаю. Оны қазір біз дөңгелек етіп, піскеннен кейін кесіп аламыз. Осылайынан жасап көрсеңіздер, корждарыңыз өте нәзік болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егерде ұнды көп қосып қоямын ау деген қорқыныш болатын жағдайда болсаңыздар, тура осылайынан жасаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай алынады, бір-біріне жабысып қалмайды, ұнды да көп қоспайсыздар. Осылайынан кішкене өлшеп аламын, міндетті түрде жетпей қалған жерлеріне тағы да кішкене корждарымыздан қосып аламыз. Алдын ала барлығын осылайынан жасап шықтым. Міндетті түрде барлығын алдына жасап алсаңыздар, сіздерге оңай болады. Бұл корждар 3-4 минутта тез пісіп шығады. Міндетті түрде алдын ала жасап алсаңыздар, барлығын кезек-кезегімен пісіре беретін боласыздар. Менде барлығы 10 корж шықты. Менде диаметрі 22 сантиметр. Осылайынан шанышқының көмегімен үстінен тесіп шығамыз. Корждарымыз көтеріліп қалмас үшін. Корждарымыз өте тез пісіп шығады. Мен 180 градуста 3-4 минутта пісіріп алдым. Сол себептен әркімнің пеші әртүрлі қызуы мүмкін. Сол жағын ескере кетсеңіздер. Корждарымызды кезек-кезек барлығын қызарған жай пісіріп аламыз. Осылайынан ыстықтай күйінде қақпақтың көмегімен кесіп аламын. Қақпақтың көмегімен кескен маған ыңғайлы болады. Немесе форманы қойып, жан-жағын пышақтың көмегімен кесіп алсаңыз да болады. 1-2 минут. 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 1-2 minutes. 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 1-2
Ендігі кезекте қайнатпалы кремімізді жасаймыз, яғни заварной крем. Сүтімізді отқа қоямыз, ысығанша. Сүтіміз ысығанша жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі жұмыртқа және қант. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Қатты көпіргенше араластыру міндетті емес, ең бастысы жақсылап араластырғанымыз міндетті. Енді кезекте жүгері крахмалын және де ұнымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығатын болады. Массамызды ыстық сүттің үстіне құйып шығамыз, астын баяу отқа қойып, міндетті түрде араластырамыз. Тоқтаусыз міндетті түрде араластырып отырамыз, асты жабысып қалмас үшін, немесе түйіршіктер болып қалмас үшін міндетті түрде тоқтаусыз араластырып шығамыз. Бізде осындай өте қоймалжың масса шығады. Бұның дайын болғанын білу үшін осындай үстіне шариктер шығады, яғни қайнаған кезде астын өшіріп, ыдысымызды алып аламыз. Енді сары майымызды салып, ыстық күйінде жақсылап ерітіп, араластырып аламыз. Маған қайнатпалы кремге сгущенканы, яғни қоюланған сүтті қолданғанды жақсы көремін, сондай бір ерекше дәм береді. Енді қайнатылған кремімізді бір ыдысымызға салып, үстіне бір банка сгущенканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл тортқа негізінде кез келген крем бара береді. Қаймақты крем, кілегейлі крем жақсы барады. Көбіне осындай жеңіл, кішкене сұйық кремдер жақсы барады. Қатты қою болмау керек. Тортымызды жинаймыз. Осылайынан 4-5 қасықтан салып, әдемілеп барлық жеріне жағып шығамыз. Мінекей кремімізбен барлық тортымыздың айналасына жағып болдық. Енді жан-жағынан қалған корждарымызды жақсылап тұрып үгітіп аламыз. Енді үгітілген корждарымызбен тортымыздың барлық жерін қаптап шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша неше түрлі әсемдесеңіздер де болады. Тортымызды бірнеше сағатқа холодильникке қойып қоямыз, кремі сіну үшін. Өз қалауларыңыз бойынша неше түрлі әсемдесеңіздер де болады. Мен осылайна классика түрінде әсемдеп шықтым. Біздің тортымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты, өз формасын жақсы ұстап тұр. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бұл рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Ауызда ериді және нәзік болып шығады. Мен осыған дейін көптеген рецепт бойынша жасап шыққанмын. Осы рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер, және де өте оңай жасалынады. Сіздермен болған Ариана. Менің осы видеома лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.